Сәлеметсіздер ме? YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін тұздың адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс-керіске тап боласың деген ырым түйімдар бар. Сондай-ақ көне көз апаларымыз тұзды иығыңнан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жатыр. Күнделікті тұрмыста қолданылатын тұздың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Тұздың емдік қасиеттерін адамдар ертеден-ақ білген. Тұздың адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор. Тамақтың дәмін кіргізетін кәдімгі ас тұзы ауыз қуысы мен тұмауды емдеуде жақсы көмектеседі. Тіпті тұзды пайдаланып, буын мен тамыр ауруларынан бастап артық салмақтан арылуға дем болады. Түрлі ауруларды тұзбен емдеудің жолдары. Буындарды тұз таңу арқылы емдеу. Буын аурулары мазаласа, артрит, ревматизмде тұз ерітіндісін дайындап, оған бинтті батырып, аяққа бірнеше қайтара байлаңыз. Таңылған күйде 10 сағатқа дейін тұру қажет. Процедураны 2 апта жасау керек. Артық салмақтан құтылу үшін 2 кг қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырған ваннаға салыңыз. Сосын сол суға 15 минут шомылыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бас ауруы кезінде, бас ауырғанда тұзды суды бинтке малып, таңып тастаса, науқастың жағдайы жақсарады және жағымсыз әсерлерді жоюға көмектеседі. Сүйек және тамыр аурулары кезінде 1 стакан бал мен 1 стакан тұз және 1,5 стакан шомыр шырынын барлығын жақсылап араластырып, ауыратын жерді сүртіңіз. Күйікті емдеу. Тұзды таңу арқылы терінің шағын аудандарында орналасқан күйіп қалған жерлерді емдеуге болады. Тұздың әлсіз ерітіндісі зақымдалған ұлпаларды тезірек қалпына келуіне ықпал етеді, ісіну мен ауырсынуды жояды. Егер де тісіңіз ауырса, тісіңізді аман сақтап қалғыңыз келсе, әр таң сайын 2 және 3 кесек теңіз тұзын соруыңыз керек. Ол тек тісіңізге емес, қызыл иегіңізге де пайдалы. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген керекті ақпараттар бар. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар.